Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сүзбеден кекс дайындаймыз. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге сүзбе, сары май, шекер, ұн, жұмыртқа және мейіз қажет. Алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды миксерлеп аламыз жақсылап. Үстіне шекер салып шығамыз. Әрі қарай тағы да жақсылап миксерлейміз. Үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды араластырамыз. Қамырдың үстіне бөлме температурасындағы сүзбені саламыз. Ары қарай тағы да жақсылап миксерлеп шығамыз. Бөлек ыдысқа астығымыздың үстіне қопсытқыш салып, жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Астығымызды қамырдың үстіне салып араластырып аламыз. Қамырдың үстіне мейіз саламыз. Мейізді алдын ала жуып тазалап, құрғатып, құрғақ күйінде саламыз. «180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Кексіміз дайын. Үстіне сахарный пудра сеуіп шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға көп рахмет.